Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сізге бір нәрсе айтамын. Бұл нәрсе дәрігер кітабында жазылмаған, дәрі қорабында жазылмаған, ауруханада айтылмаған. Бұл өмірден алынған, адамдардан алынған. 90 жасқа жеткен, 80 жасқа жеткен, 70 жасқа жеткен, және сол жасқа дені сау, аяғымен жүріп, өз күшімен тіршілік еткен адамдардан алынған. Мен жылдар бойы осы адамдармен сөйлестім. Олардың құпиясын не деп сұрадым? Олар маған айтты. Және бүгін мен сол құпияны сізге жеткіземін. Өйткені 90 жасқа дені сау жету кездейсоқтық емес. Бұл жылдар бойы жасалған дұрыс таңдаулардың нәтижесі. Менің пациенттерімнің ішінде 90 жасқа жеткен адамдар болды. Олардың денсаулығын тексергенде таңданамын. Өйткені олардың жүрегі 70 жастағы адамның жүрегіндей. Тамырлары икемді, буындары жұмыс жасайды. Есте сақтауы орта жастағы адамдай. Бұл қалай болады? Гендер ме? Бақ па? Жоқ. Олардың бәрінде ортақ нәрселер болды. Дәл сол ортақ нәрселерді мен бүгін сізге айтамын. Бірінші пациент. 92 жасқа жеткен апа. Ауылда тұрады. Өз бақшасы бар. Күн сайын жер қазады, өсімдік суарады. Шайын өзі дайындайды. Балалары ауруханаға бар дегенде, маған не керек? Мен сау дейді. 92-де дәрі ішпейді. Бірде-бір дәрі. Екінші пациент. 88 жастағы ата. Таңертең тұрысымен ауласында жүреді. 15-20 минут. Содан кейін шай ішеді. Тамағын өлшемейді, бірақ аз жейді. Ішім тойғанда тоқтайым дейді. Кешке балалармен, немерелермен отырады. Күледі, сөйлеседі. Үшінші пациент. 90 жастағы апа. Жылдар бойы бір нәрсені жасаған. Кешке ұйықтар алдында сол күні болған бір жақсы нәрсені ойлаған. Бір ғана жақсы нәрсе, кіші болса да. Осыны жылдар бойы жасаған. Осы адамдардың ортақ нәрселері не? Мен оны зерттедім, талдадым, жүйеледім. Нәтижесі бүгін сіздің алдыңызда. Бірінші құпия, аз жеу, бірақ дұрыс жеу. 90 жасқа жеткен адамдардың бәрінде бір ортақ нәрсе бар. Олар аз жейді. Тойып кеткенше жемейді. Ішім жартылай тойды дегенде тоқтайды. Жапонияда хара хачибу деген ереже бар. Яғни 80%-ға тойғанда тоқта. Жапонияда ең ұзақ өмір сүретін адамдар Окинава аралында. Сол жерде бәрі осы ережені ұстанады. Олар дүние жүзіндегі ең ұзақ өмір сүретін халықтардың бірі. Неге аз жеу маңызды? Тамақ аз болғанда асқазан жемін жұмыс жасайды. Ұйқы безі аз инсулин шығарады. Бауыр аз жүктеме алады. Бүкіл дене тыныш, жеңіл режимде жұмыс жасайды. Ал тойып жеген кезде дене бүкіл энергиясын тамақты өңдеуге жұмсайды. Қан асқазанға жиналады. Мидан қан кетеді. Сондықтан тойып жегеннен кейін ұйқыңыз келеді. Ойлау баяулайды. Осыны күн сайын жасасаңыз, жылдар бойы ұйқы безі шаршайды. Диабет пайда болады, бауыр майланады. Тамырларда холестерин жиналады. Ал аз жеген адамның денесі сол энергияны басқа нәрсеге жұмсайды. Жасушаларды жаңартуға, зақымданған жерлерді жазуға, иммунитетті күшейтуге. Пациенттерінің бірі маған айтты. Мен ешқашан тойып жемедім. Тамақ дәмді болса да тоқтадым. Осы бір ереже оны 90-ға жеткізді. Не жеу керек? 90 жасқа жеткен адамдардың бәрінде тағы бір ортақ нәрсе бар. Олар табиғи тамақ жеді. Дүкеннен алынған дайын тамақ емес, өздері дайындаған тамақ. Сорпа жиі ішті. Жылы сорпа асқазанды жазады. Ішектің жұмысын жақсартады. Буынды майлайды. Көкөніс күн сайын жеді. Сәбіз, қияр, қыша, жуа, укроп, петрушка. Жылдар бойы. Күн сайын. Ашыран тамақтар қымыз, айран, шұбат. Ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Иммунитеттің 70%-ы ішекте. Ішек сау болса, бүкіл дене сау болады. Тұзды аз жеді. Тәттіні аз жеді. Майлы етті аз жеді. Бірақ тастамады. Тек азайтты. Екінші құпия. Күн сайын қозғалу. Бірақ шамадан тыс емес. 90 жасқа жеткен адамдарда бірде-біреуі спортзалға барған жоқ. Бірде-біреуі марафон жүгірген жоқ. Бірақ бәрі күн сайын қозғалды. Ауылда тұратын апа бақшасын суарды. Ата ауласында жүрді. Қалада тұратын апа дүкенге жаяу барды. Осы ғана, қарапайым, күн сайын. Неге бұл жеткілікті? Өйткені дене үздіксіз қозғалысты сүйеді. Бір күн көп жаттығып, бір апта отыру пайдасыз. Ал күн сайын аздап қозғалу тамырларды тірі ұстайды. Жүректі тренировкалайды. Буындардың сұйықтығын жаңартады. Осы пациенттердің бірі маған айтты. Мен ешқашан бір жерде ұзақ отырмадым. Тұрдым, жүрдім, жұмыс жасадым. 90 жасқа дейін солай жасады. Сізге де сол керек. Күніне 30 минут жаяу жүру жеткілікті. Бірақ күн сайын. Демалыс күні де, жаңбырлы күні де,
Ауланың ішінде болса да. Аяғыңыз ауырса, отырып жаттығыңыз. Аяқты созыңыз, бүгіңіз. Қолды жоғары көтеріңіз. Мойынды баяу айналдырыңыз. 5-10 минут. Бұл да жеткілікті. Ал теледидар қарағанда бір орында 2 сағаттан артық отырмаңыз. Тұрыңыз, 5 минут жүріңіз. Қайта отырыңыз. Осы қарапайым ереже тамырларыңызды тромбтан сақтайды. Тамақтан кейін бірден жатпаңыз. 15 минут баяу жүріңіз. Қан-қанты тұрақтайды. Асқазан жеңіл жұмыс жасайды. Үшінші құпия. Адамдармен сөйлесу, жалғыздықтан аулақ болу. Мұны естіп кейбіреулер таңданады. Денсаулықтың адамдармен сөйлесуге не қатысы бар дейді? Өте тікелей қатысы бар. 90 жасқа жеткен адамдарым бәрі де адамдармен жиі сөйлесті. Балалары, немерелері, көршілері, достары. Жалғыздықта отырмады. Неге бұл маңызды? Адам сөйлескенде окситоцин деген гормон бөлінеді. Ол гормон стрессті азайтады. Жүрек соғысын баяулатады, қан қысымын түсіреді, иммунитетті күшейтеді. Ал жалғыздық керісінше. Жалғыздық стресс гормонын арттырады. Қан қысымы жоғарылайды, иммунитет нашарлайды, жүрек ауруы пайда болады. Зерттеушілер анықтаған, жалғыздық күніне 15 темекі шеккенмен бірдей зиян. 15 темекі бір күнде. Бұл нақты зерттеу нәтижесі. Ал 90 жастағы пациентімнің бірі маған айтты. Мен ешқашан жалғыз отырмадым. Көршіме барамын, балама барамын, немерем келеді сөйлесемін, күлемін. Сол менің дәрім. Сіз де адамдармен сөйлесіңіз, балаларыңызбен, немерелеріңізбен, досыңызбен, жай телефонмен де болса, бір ауыз қалайсың деп сұрасаңыз да, бұл денеге пайда. Төртінші құпия. Дұрыс ұйықтау. 90 жасқа жеткен адамдарым бәрі де ерте жатып, ерте тұрды. Кешке 9-10-нан кейін жатты. Таңертең 6-7-де тұрды. Неге бұл маңызды? Өйткені дене белгілі бір уақытта ғана толық жазылады. Ол уақыт түнгі 11-ден таңғы 2-ге дейін. Дәл сол уақытта өсу гормоны бөлінеді. Ол гормон зақымданған жасушаларды жаңартады, тамырларды жөндейді, иммун жасушаларын өндіреді. Сол уақытта ұйықтамасаңыз, дене жазылмайды. Сіз ұйықтасаңыз да, бірақ кешіктіріп жатсаңыз, өсу гормоны аз бөлінеді. Жасушалар жаңармайды. Жылдар бойы. 90 жастағы адамдарым теледидарды кешке өшірді. Телефонды жастықтың астына салмады. Тыныш ортада жатты. Тез ұйықтады. Ал ұйқы алдындағы бір ереже барлығында ортақ болды. Олар кешке алаңдамады. Ертең ойлармын деді. Бүгінгі мәселені ертеңге қалдырды. Басын жастыққа қойды. Ұйықтады. Бұл оңай емес, білемін, бірақ үйренуге болады. Ұйықтар алдында 5 рет терең дем алыңыз. Мұрнынан баяу дем алыңыз. Аузынан баяу шығарыңыз. 5 рет. Ой тарқайды, дене босайды, ұйқы келеді. Бесінші құпия. Суды жеткілікті ішу. 90 жасқа жеткен пациенттерінің бәрі су ішті. Жиі, аз-аздан. Жоғарыда айтқанымды қайталаймын. 60 жастан кейін шөл сезімі азаяды. Дене суға мұқтаж. Бірақ сіз сезбейсіз. Осы сезбеу қанды қоюландырады. Тамырларда іркіліс болады. Инсульт, инфаркт қауіп артады. 90 жастағы пациентімнің бірі маған айтты. Мен шөлдемесем де ішемін. Таңертең тұрысымен 1 стакан, тамаққа дейін 1 стакан, күн бойы аз-аздан. Осы ереже оның тамырларын 90-ға дейін таза ұстады. Күніне 6-7 стакан таза су. Шай емес, сорпа емес, тек таза су. 6-шы құпия. Стресстен аулақ болу. Немесе стрессті дұрыс өңдеу. 90 жасқа жеткен адамдарым ешқашан ашуланбады деп айтпаймын. Олар да ашуланды. Олар да қиындық көрді. Олар да жоқтады, жылады. Бірақ олардың бір ерекшелігі бар еді. Олар ашуды ұзаққа созбады. Болды, өтті деді. Кешірді. Іштеріне жинамады. Бір апа маған айтты. Мен ешкімді жаман санамадым. Жамандық жасаса да өз жолы деп жібердім. Жүрегімді ауыртпадым. Осы бір ереже оның жүрегін 90 жасқа дейін сақтады. Кешіру бұл басқа адам үшін емес, кешіру өзіміз үшін. Ашу ішінде жанған кезде стресс гормоны бөлінеді. Жүрек жиіреді, тамыр тарлады, қан қысымы артады. Осы күйде ұзақ жүру жүректі жеп бітіреді. Кешіріңіз, жіберіңіз, өзіміз үшін. 7-ші құпия – мақсат болу. Ертеңгі күнді күту. 90 жасқа жеткен адамдарының бәрінде бір ортақ нәрсе болды. Олардың бәрінде өмір сүруге себебі болды. Күнделікті. Бірінің бақшасы болды, таңертең тұрып, менің бақшам суарылуы керек деп тұрды. Екіншісінің немерелері болды. Немерелерімнің өсіп жетілгенін, үйленгенін, бала тапқанын көргім келеді деп тіршілік етті. Үшіншісінің мысығы болды. Менің мысығым менсіз аш қалады деп тұрды.
Бұл аз нәрсе сияқты, бірақ ғылым дәлелдеді. Өмір сүруге мақсаты бар адамдар орта есеппен 7 жыл ұзағырақ өмір сүреді. 7 жыл. Тек мақсаттан. Неге? Өйткені мақсат болғанда мидан тіршілік ет деген сигнал беріледі. Иммунитет белсенді болады. Дене жаңару процесін тоқтатпайды. Адам таңертең тұруға себеп тауып тұрады. Ал мақсаты жоқ адам, маған не керек, қартайдым деп ойлайды. Дене де сол сигналды алады. Жаңару процесі баяулайды. Ауру жылдам алдыға жылжыды. 90 жастағы апа маған бір рет айтты. Менің немерелерімнің тойын көргім келді. Сонда барлығына сот едім. Сол тойды көрдім. Енді шөберелерінің тойын күтемін. 90 жаста. Шөберелерінің тойын күтіп отыр. Сіздің де мақсатыңыз болсын. Немерелеріңіздің тойын күтіміз. Бақшаңызды суарыңыз. Балаңызды сағыныңыз, күтіміз. Немесе кішкентай мақсат. Кешке шайды дайындау. Таңертең бақшаға шығу. Мақсат кіші болса да жарайды. Маңыздысы бар болсын. Таңертең тұруға себебіміз болсын. Мен бүгін сізге осыны айтқым келді. Шын жүректен. Өйткені 90 жасқа жету бақ емес, ген емес, кездейсоқтық емес. Бұл күн сайын жасалған кішкентай, дұрыс таңдаулардың жиынтығы. Бүгін бір таңдау жасаңыз. Бір ғана. Кешке ерте жатыңыз. Немесе таңертең бір стакан жылы су ішіңіз. Немесе балаңызға телефон шалыңыз. Немесе 15 минут ауада жүріңіз. Бір таңдау, бір қадам. Бір қадам 90 жасқа апаратын жолдың басы. Осы видеоға лайк қойыңыз, каналға жазылыңыз. Осы видеоны бүгін балаңызға, немерелеріңізге, досымызға жіберіңіз. Өйткені бұл ақпарат барлығына керек. Жасыл қайған адамға да, жас адамға да. Және төменге жазыңыз. Сіздің айналаңызда 90 жасқа жеткен адам бар ма? Сол адам қалай өмір сүреді? Жазыңыз. Мен барлық жауапты оқимын. Және сізге жауап беремін. Денсаулық болсын. Ұзақ өмір сүріңіз. Немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің ойнап күлгенін, тойын, сүйінішін ұзақ жылдар бойы бірге көріңіз. Сізге тілегім осы.